Нешеде тұрады дейсің бе? Сағат 4-те тұрады. Гүлмира. Ата-енеңізбен тұрасыз ба, тұрдыңыз ба? Тұрамын. Тұрамын, бәсе нервің ауырып тұр. Тұрамын деп. Уже таңертең ұйқыдан нешеде тұрамыз? 9:10-да. Енесін студияға шақырып. Қош келдіңіз, апатай. Есіміңіз? Мәдина. Мәдина? Мына сіздің келініңіз, 2 жыл болыпты. Ұйқыдан 9:10-да тұрады екен. Не масқара мынау? Қалдым, сіз нешеде тұрасыз сонда? Мен 6-да. Мә керек болса, екеуіңіз орындарыңызды ауыстырып алған жоқсыздар ма? Сіз 6-да тұрып, мына кісіні 9-да оятып шай бересіз. Еркелетем. О, міне, қол соғып қойыңыздар. Осындай енелер де аман болсын. Өте дұрыс міне. Еркелетем дейді. Бұл кісі де қартайып тұрған жоқ. Жас. Кейін бұл кісі сізді еркелетсін, Алла қаласа. Өзіңізге бір приз берейін. Ерте тұрып келдіңізге шай беріп жүргеніңіз үшін. Есіміңіз? Чолпан. Чолпан кім боламыз? Тобажымыз? Достар. Енеңіз, ата-енеңіз тұрасыз ба? Әбден қорқып қапсыз ғой өзі. Дүрілдеп тұру жүр. Ене десең бол дейді, дүрілдеп. Сіз неше жыл болып тұрып атқаныңызға? 8 жыл. 8 жыл. Нешеде тұрасыз? Сіз вообще ұйықтатпай сияқты ғой сізді? Нешеде? 6-7-де. Неше жыл тұрдық, тұрамыз? 22 жыл. Нешеде тұрасыз? 3-те тұрамын. Әне! 3-те тұрып не істейсіз сіз? Сиыр сауып. 3-те сиыр сауып. Неге сиырға маза бермей жүрсіздер? Неше жыл тұрамыз ата-енеңізбен тұрдыңыз елей? 24 жыл тұрдым. О, қол соғып қойыңыздар. 24 жыл. Міне, ата-енесімен тұрған бұл кісі. Қазір тұрмайсыз ғой? Ата-енем жоқ біз. Бұрын сол 24 жыл өз қолыңызда тұрды. Ондай нәрселер айтып, адам жүрегін ауыртып, мына жалыстарын деп шапай. 10 мың теңге ата-енем жоқ деп бүйтіп маған түсіндірді ғой. Ата-енем жоқ, 10 мың теңге болса. Ренжімеңіз апай, мына кісіге жаным ашып кетіп бер жүретін сияқтын жодан. Нешеде тұрамыз? 2-де. 22 жылдың быт-жытын шығардым апай. Енеңіздің телефоны бар ма? Звондаңыз. Уайымдамапай, до конца кетемін. Нешеде тұрады дейсің бе? Сағат 4-те тұрады. Қол соғып қойыңыздар. Рахмет апа.